Sizlerмен өзімнің ешкім білмейтін секретіммен бөлісетін уақыт келді. Мен негізі біртүрлі қорқынышты видеоларды көргенді жақсы көремін. Біздің миымыз қорқынышты нәрселермен ойнағанды жақсы көреді ғой білесіздер. Рекомендациядан осындай хоррор видеолар шықса, қанша қорқып тұрсақ та соңына дейін көреміз деп, мысалы мынандай видео. Өйткені миымыз сол видеода болып жатқан нәрсенің бізбен шынымен ешқашан болмайтынын прекрасно түсініп тұрады. Shock you. Көрілді интернеттегі әртүрлі хоррор біртүрлі аккаунттарды, олардың қандай контент жасайтынын әрі не үшін екенін айтып беремін. Қатты қорқып қалмаңыздар. Ахау, stream. Instaдағы Nero архив атты аккаунт. Екі түрлі стильді көрдім, біріншісі катастрофалар. Екіншісі монстрлар. Why do you continue to visit yours? Аккаунт негізі өте қорқынышты, мен негізі хоррорды жақсы көрем, ой, бірақ мұндайларды жасай алмайтын едім. Не деген психология десеңіздерші. Так, басамасына сіздерді қатты қорқытпай тұрайын. Another World аккаунты қазақша басқа әлем дегенде білдіреді. Бұл аккаунттағы фото-видеолар анау айтқандай қорқынышты емес, бірақ басқаша атмосферасы бар. Мысалы, мына видеолар. Қорқынышты жері жоқ, бірақ шынымен тура басқа әлемде тап болғандай болдым. Зен против бәрі красочны, әртүрлі түстер, бірақ бізді қорқытып тұратын бірдеңесі бар. Еще байқадыңыздар ма, бірде бір адам көрінбейді. Бұл аккаунттың егесі шын өмірде ешқандай адам жоқ. Идеальный жеке өмір сүргісі келген болуы мүмкін. Еще почти барлығында үйлер бейнеленген, шын өмірде оның отбасы жоқ, жетім болуы да мүмкін. Бірақ кім білсін ең? Таудай өте тревожный біртүрлі қорқынышты, бірақ қызық каналдардың бірі качествосында и фантазиясында просто сөз жоқ. Өздеріңіз көріңіздер. Қарап тұрсаң тура мультик сияқтым, түрлі еркектер бар, бірақ қорқынышты ев. Бұл аккаунтты негізі меніңше кішкентай кезінде көптеген армандар орындалмай қалған адам сияқты. Өткен видеоларында Dream as Kid деген форматты көп қолданады, яғни балалардың арманы дегенді білдіреді. Оны ойынша балалар осындайды армандайды екен. Я шынымен мен де кішкентай кезінде осындай желеді бір өзім ойнағым келеді деп қиялдап жүретін едім. Мискул каналы, яғни мистикалық культура дегенді білдіредім. Чисто жасанды интеллектпен жұмыс жасайтын канал, әжептәуір сұмдық видеолары. Байқасаңыздар барлық роликтерінде адамдар немесе құбыжықтар тек ақ киіммен жүреді, яғни олар аруақ деген сөз. Аккаунттың аты өзі айтып тұр, мистика деп. Барлығы бір ритуал жасап жатыр ма? Жалпы интернетте бұндай біртүрлі аккаунттар әжептәуір баршылап, барлығы өз алдына ерекше қорқынышты. Ары қарай кейінді көрсететіндерім тек қызық бола береді. Енді жаймен қорқыныштыларына өтеміз. Спондер каналы, каналдың атының мағынасы попрощайка дегенді білдіреді екен. Қызық, бұл аккаунттың бір ерекшелігі алдыма көрсеткендерімнің барлығын авторы кім екені белгісіз. Ал Спондер каналының авторы өзін видеоға түсіріп көріп жүргізеді. И қараңыздар да әжептәуір қызық и басқаша.
Жігіттің көзі ере түше қорқытшы мені. Жігіт молодец, басқалар мынау шындыма не біртүрлі қорқынышты нәрселерді түсіреді деп отырмай өз қалаған жасап жетістікке жетіп отыр. Бірақ әжептәуір ужасный екен. Гипноз стилінде жасалған контенттер. Кәдімгідей басты айналдырып қояды, иә. Не болып жатқан түсінбей ми ашып кетедім. Аккаунтты көре сала есіме наркотик түсіп кеттім. Шегіп алған адамдардың миы осындай болып кетеді емес па? Аккаунттың иесінің психологиясынан мен чота қорқып тұрмын. Маркот каналым. Воздушный жыланда қатырып бұйрап тауыпты, е? Тағы да балалап шақтағы көп армандары орындалмай қалған адамның аккаунтына ұқсайды. Қалай негізі детский яркий нәрсені осындай ужасқа айналдыруға болады, е?